Армысыздар, құрметті көрермен, қоғамдық коммуникация орталығында ашық әңгіме бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Гүлжан Нұржан. Бүгін бізде қонақта Маңғыстау облысы көпбейінді ауруханасы перинаталдық орталығы босану бөлімінің бас акушері ақ халатты Абзалжан Жаңылхан Набиханова. Бұл салаға қалай келдіңіз? Мен медицинаны айтатын едім. Өзіңіздің қиялыңыздағы жұмысты таптым деп ойлайсыз ба? Әрине. Мен өзім жұмысқа келгенде таңертең қуанышты сезіммен келемін. Сол босану кезінде әйел азаматтарға қандай көмек бересіздер? Бізге ана мен баланың өмірі өте маңызды. Құрметті Жаңылхан Есенқызы, біздің бағдарламаға келіскеніңізге рахмет, қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымды қойып кетсем, жалпы өмірбаяныңыз туралы білгіміз келіп тұр. Қай жердің тумасысыз? Бұл салаға қалай келдіңіз? Саламатсыз ба? Менің есімім Набиханова Жаңылхан Есенқызы. Осы Маңғыстау облысы Форт-Шевченко қаласында 1977 жылы өмірге келдім. Поселок Болотино Горький мектебін бітірдім. 94 жылы, 95 жылы Ақтау қалалық Мейірбике колледжіне оқуға түстім. Акушерское дело, тұрмыстамын, 4 қызым, 1 ұлым бар. Үлкен қызым Асфендияров атындағы медуниверде 5-ші курста оқиды. Екінші қызым КРУМУ Казахстанско-Российский медицинский университет 2-ші курс оқиды, стоматолог факультетінде. Енді осы Мейірбике колледжін бітіргеннен бастап, 98 жылы наурыз айынан бастап, осы Ақтау қалалық перзентханада жұмыс жасаймын. 27 жыл болды осы жұмысты атқарып келе жатқаныма. Енді қалай да акушерка болдым десем, енді әрбір арманыңыз болды. Кішкентай кезімізде, біздің кезімізде анкета болды. Анкетада сұрақ болатын еді, болашақта қандай мамандық деп. Мен постоянно медицинаны айтатын едім. Енді сол армандар орындалған шығар деп ойлаймын. Осы қазіргі дәрежеге жетіп, осындай қызметімді атқарып жатқаныма арманым орындалды деп ойлаймын. Я барлығы кішкентай кезінде мұғалім боламын немесе дәрігер боламын деп армандап жатады ғой. Сіз енді арманы орындалған адамдардың қатарындасыз. Жалпы арманыңыз әр адамның қиялында болады, менің жұмысым осындай болады деген сияқты. Өзіңіздің қиялыңыздағы жұмысты таптым деп ойлайсыз ба? Әрине. Мен өзім жұмысқа келгенде таңертең қуанышты сезіммен келемін. Әр адам өзін жұмысын жақсы көру керек деп есептеймін. Соны жақсы сезіммен, ынтасымен атқару керек деп ойлаймын. Енді осындай жолда менің өзім әріптесім әрқашанда көмегін аямайтын, тәжірибесі мол, үйретіп келе жатқан өзім ұстазым деп айтсам болады. Артық ол болмайды. Қазіргі біздің бас акушеріміз Нұрмагамбетова Салтанат Ибрагимовна, сол кісімен бірге мен осы уақытқа дейін бірге жұмыс жасап келе жатырмын. Түсінікті. Жалпы енді қазір біздің көрермендердің арасында менде акушер болғым келеді деген студенттер бар шығар, немесе бала күнгі арманы акушер болғысы келетін кішкентай бүлдіршіндеріміз бар шығар. Сол кісілерге жалпы өзіңіздің салаңыздың қызықтары мен қиындықтары туралы айтып өтіңізші. Бізге мысалы қызық, біздің саламыз енді басқа. Ақ халатты Абзалжандар күнделікті нешеде тұрады, күнделікті нешеде жұмысқа келеді, олар күнде қандай қызықтар көреді, қандай қиындықтарды басынан кешіреді? Это біздің жұмысымыз ол өте қызық жұмыс деп айта аламын, бақытты жұмыс деп айта аламын. Себебі біз бақыттымыз. Өмірге жаңа келген періштені, сәбиді қолымызға ұстап, оның ең бірінші тәтті түрін көріп, ең бірінші жылаған дауысын естіп, аналық сезім оянады ғой, соларын көргенде бізден өте қуанышты боламыз. Біз бақыттымыз, себебі біздің жұмысымыз ол деген келген аналарға қуаныш сезімін сыйлаймыз. Қиындықтары енді ол әйел адам босанғанда каждый әйелге переживать етесің анаға.
Әрине, әрбір родтың босану барысында қиындықтар болады. Но сол қиындықтарды біз жеңіп, ана жақсы сезіммен біздің роддомнан отбасына оралу керек. Әрбір салада енді форс-мажорлар болып жатады ғой. Сіздердің де салаларыңызда осындай кезеңдер болады ма? Мысалы, абдырап қалатын форс-мажорлар кезеңдерінде сіздер қандай іс-әрекет жасайсыздар? Енді болмайды деп айтпаймын, болады. Себебі бізде ана болғасын, бізде де сезім болады, кейбірде сезімге де беріліп кетіп жатамыз. Но бірақ сол кезде должна быть командная работа. Бір-бірімізді алып кетіп, жұмысымызды сәтті аяқтап орындап, сол қуанышты сезімге біз бөлінуіміз керек. Дәл қазір бізді көріп отырған көрермендердің арасында мүмкін әйел азаматтар бар шығар. Сіз енді әйел адамдармен көбіне жұмыс жасайтын болғаннан кейін түрлі әйелдерді көресіз, түрлі қыздарды көресіз деген сияқты. Оларға қандай кеңесіңізді айтар едіңіз? Мысалы, көбінесе сіздер қандай қиындықтарға тап болып жатасыздар осы? Мысалы, күтінбей жатады деп жатамыз ғой. Немесе жаңағы мерзімінен ертеге келіп қояды деген сияқты. Сондай уақыттарда әйел азаматтар қай жағынан дұрыс күтіну керек? Енді ең бірінші ол әрқашанда әйел адам жүкті болып пайда болған кезінен бастап учетқа тұру, женская консультацияға барып, уақытымен учетқа тұрып, анализдерін тапсырып, қандай да бір организмде ақаулар болса, солардан біліп, әрі қарай беремізді дамыту керек. Осы дені сау ұрпақты өмірге алып келу үшін, ол ең бірінші өзінің берілген врачтардың кеңестерін пайдаланып, әрі қарай оны ұстау керек. Ол тапсыратын, береміз кезінде тапсыратын неше түрі анализдер бар. Солардың бәрін тапсырып, роддомға келгенде обследованный болып келу керек деп ойлаймын. Бұл кеңестердің барлығы негізі енді ана атанайын деп жүрген, немесе ана атанған әйел азаматтарға айтылған кеңес болды деп білем. Ал бірақ енді тұрмысқа шығатын жалпы қыз балалар бар ғой. Қазіргі таңда қыз балалар көбіне жаңағы жеңіл жүреді деп айтып жатамыз. Немесе бала көтеруі қиындап жатады. Ондай кезде қыз балаларға қандай кеңес айтасыз? Енді қыз балаға әрқашанда жылы жүру керек. Енді медосмотрлар өтіп жатады, мектептерде өткізіп жатады. Соның бәріне қаралу керек, бару керек, өту керек. Тапсырған берген анализдердің бәрін өтіп, кеңестеріне жүгіну керек деп ойлаймын. Жаңылхан Есенқызы, сіздер енді жоғарыда айтып өттіңіздер, әйел азаматтармен, жалпы бала босанайын деп жүрген әйел азаматтармен жақсы жұмыс жасайсыздар. Сол босану кезінде әйел азаматтарға қандай көмек бересіздер? Қандай қолдау бересіздер? Енді бізде қазір аналар келгенде біздің ең бірінші көмегіміз әйел адамға дұрыстап қарау. Әрбір ана келгенде біз көмегімізді көрсетуге дайынбыз. Енді біз түсінеміз, ауыр, қиын, ұзақ жол бөпеге келу үшін. Сондықтан соның барысында біздің дәрежелі акушеркаларымыз бар родблокта, көмектесіп, қолдау беріп, енді қазір партнерские роды бар бізде. Өзінің ең жақын адамы партнер бола алады бізде. Құрметті Жаңылхан Есенқызы, біздің бағдарламаның соңына таяп қалдық. Жалпы осы бағдарлама барысында түйген ойыңыз болса, немесе мен айтқым келеді деген ойларыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, мархабат. Енді біз үшін ең бірінші ол осы роддомға анасы келіп, босанып, қуанышты сезіммен бөпесін қолына ұстап, отбасына қосылу. Енді әр дәрігер үшін, әр акушерка үшін бізге ана мен баланың өмірі өте маңызды. Сондықтан біздің бір тілегіміз осы роддомға келгенде ана мен бала отбасына қуанышпен жету. Әр анаға бақыт тілейміз. Балапандар аман-есен өсе берсін дейміз. Осы перинаталдық орталығымызда босану көп болсын дейміз. Әрбір ана құрметке лайық. Құрметті Жаңылхан Есенқызы, біздің бағдарламаға келіскеніңізге тағы да рахмет. Құрметті көрермен, біздің жобамыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.